23 маусым мемлекеттік қызметшілердің күні екенін біліп жүріңіздер. Бізге мемлекетке қызмет ететін адамдар біртүрлі эмоциясыз, құрғақ сияқты болып көрінеді, алайда олай емес екен. Олардың арасында өнерлері де бар. 2 жұлдыз байқауы өтуде. Біз жеке басқармамыздың қызметкері Рафқат Бозғалиевке дауыс береміз және қолдау көрсетеміз. Рафқаттан сұхбат алып көрейік. Қазір біз Рафқатты іздестірудеміз. Рафқат жоғалып кетті. Тауып алайықшы Рафқатты. Рафқат қайда екен? Рафқат! Рафқат, қайдасың, Рафқат? Рафқат деген. Қаншақта түске ұқсайтын сияқты ба? Саламатсыз ба? Рафқат көрінесіз ба? Рафқатпен бірге айтасыз ба? Сіздерден бір интервью алып жүрсек. Екеуіңіз айтасыздар ма? Екеуміз сұрап отыра берейік. Осылай отырайық. Қайсыңыз әнші, қайсыңыз мемлекеттік қызметші? Мен мемлекеттік қызметші. Сіз ба? Иә. Бірақ әнге дауысыңыз, ырғағыңыз бәрі сәйкес келіп тұрған сияқты. Бұрын ән Иә, айтасыз? бала кезден бастап ән айттым, әнге қатыстым. Бірақ енді оқуыма байланысты мен мамандығым басқаша болды. Сол себептен басқа салаға кеттім. Қазір қандай қызметтесіз? Қазір Махамбет аудандық маслихатын бас маман заңгер қызметін атқарамын. Сіздер қайсыңыз мемлекеттік қызметші? Мемлекеттік қызметші. Сіз әншісіз ба? Қай жерде ән айтасыз? Құрманғазыдан келеді. Теңіз ауылы. Сіз қандай қызметтесіздер? Теңіз ауылдық округ аппаратында бас маман болып істеймін. Мен сол клубта, село клубта үлкен жетекшімін. Қайда жүрсем уақта мекен көкейімнен деп бітіреміз. Поклон жасап. Сосын артқа бір шәк. Қолымызды негізде. Біз Рафқатты аман іздеп жүрсек, Рафқат мұнда жүр екен, кіреберісте ән салып жүр екен. Бұл жерде қандай сұхбат беруге болады? Сахнаға енді шығайын деп жатыр. Толқу өте көп десек те болады. Әрине үлкен сахнаға шыққанда әр әртістің бойында толқу болатын болса, ең бірінші шығып отырған адамның бойында одан да көбейсе болатын сөзсіз. Неге ер адаммен шықтым? Бұл кісі сол бір манағы патриоттық өзіндегі негізі айтатын өлеңі патриоттық болған себепті қасыма патриоттық әнді айтатын, еліміздің атын асқақтататын әндердің бірі. Бұл Атамекен болса, мінеке Қуандық ағамыз мені қолдап, осындай бір жерде үлкен сахнаға осы әнді айтуға шығайын деп жатыр. Жалпы дайындық қашаннан бастап пысықталды? Қашаннан бастап ән салып жүрсіз? Қуандығы қашан болды? Біздің дайындығымыз кеше бастады. Иә, алдың күннен бастап осы дайындығымызды бастаған болатынбыз. Бұрыннан бері ән айтып жүрсіз? Енді бұлай өзіміздің достарымыздың ортасында ән айтуым болмаса, бұлай сахнаға көп шықпағанбыз. Басшысы Рафқатпен ән шырқайтын Қуандық Нұғыларов, Нұрмұхан Жантөрен атындағы облыстық филармония әншісі. Бүгін байқауға қойылатын талаптар мынадай. Ең бастысы, сіз жанды дауыста ән шырқауыңыз керек. Екіншіден, қасыңызда ән шырқайтын адам, ол әннен хабары бар, мәдени қызметкер болу керек. Ал байқаудың қорытындысы қалай болады екен? Рафқат жеңе ме, жеңбей ме? Көре жатамыз.
көрсетті. Ендігі кезек мыңнан жүйрік шыққан жұптарды таңдау тек қазылар алқасының еншісінде. Байқауымыздың қорытындысын дайындау үшін қаздарыңызға шығарып салайық. Дипломын 2 жылдың мемлекеттік қызметкер мен мәдениет қызметкерінің біріктірген облыстық 2 жыл байқауына қатысып жақсы өнер көрсеткен үшін Рахат Бозбалаев, Қуандық Нұрмат. Бүгінгі қазылардың оңай болған жоқ, сол себептен ең соңғы гран-приді тапсыруға рұқсат етіңіздер. Бұл гран-приді жеңіп алған Назерке Нұрмалдаева, Гүлфара Шаумұрын. Қалай комментировать етесің? Ну, комментирую, что ең бірінші мемлекет қызметшілер мерекесі осы жылы ұйымдастырылып отырған. Ең бірінші жоба бұйырса келесі жылы 1 миллион ұтуға үміттемін.